Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыз роботпен алғашқы танысуым. Бүгінгі сабақта үйренетініміз білім беру роботымен танысу, моделін жинау. Бұл робот. Сен роботты теледидардан, суреттерден көріп жүрсің. Ойыншық роботтарың да бар. Бұл Lego Mindstorms жинағы. Lego Mindstorms программаланатын негізгі оқу жаттығу роботы. Көріп отырғандарың осы жинақтан құрастырылған роботтар. Мына білім беру роботы Lego Mindstorms Education EV3 деп аталады. Бұл роботтың маңызды бөлшектері датчик және мотор. Роботтар қарқынды дамып келе жатқан болашақтың жоғарғы технологияларының бірі. Олар қазіргі кезде өміріміздің көптеген саласына еніп үлгерді. Роботтар адамдардың жұмысын жеңілдетіп, қоршаған ортаға өз пайдасын тигізуде. Сен де болашақта қызықты жобалар жасайсың. Роботты өзің құрастыра алатын боласың. Өз шығармашылығыңмен жобалар жасап ұсынуға да болады. Робот не үшін қажет? Адамға көмекші, қауіпті жерлерде жұмыс жасау үшін қажет. Зауыттар мен фабрикаларда ауыр жұмыстарды орындау үшін керек. Балалар, есте сақтаймыз. Робот адамның еңбегін жеңілдететін автомат құрылғы. Lego Mindstorms роботты программалайтын құрастырушы. Lego Mindstorms Education EV3 білім беру орындарына арнайы әзірленген жетекші платформа. Lego жинағының екі түрі бар: базалық жинақ және ресурстық жинақ. Біле жүрейік. Базалық жинақта электронды құрамдас бөліктер, EV3 модулі, датчиктер, моторлар, кабельдер. Ал 45560 ресурстық жинағы 853 бөлшектен тұрады. Олар орта, шағын, үлкен дөңгелектер, қосымша бөлшектер. Суретте базалық Lego Mindstorms Education EV3 білім беру роботы берілген. Балалар, енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма ізденіп орында. Суреттерге қарап, сөз жұмбақты шеш. Келесі тапсырма ойланып белгіле. Білім беру роботының бөлшектерін жаз. Келесі тапсырма сөзді тап. Мына шатасқан әріптерді орнына қойып, жауабын жаз. Келесі тапсырма Lego Mindstorms роботын таңда. Балалар, сабағымызды смайлик арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.